Сәлеметсіздер ме? Мен Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққұм ауылының Алдаберген Бейсенов атындағы номері 38-ші орта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Қосым Нұрлы, жетекшім Қырғызбай Бақытжан. Менің бүгінгі жобамның бағыты үздік рационализаторлық ұсыныс, яғни өмірді жеңілдететін идеялар. Менің жобамның тақырыбы қалдық суды қайта өңдеу технологиясы. Менің жобамды жасауға қажет болған құралдар: үлкен қалдық суды жинайтын резервуар, және де 4 бірлеттік пайдалануға арналған ыдыс. Бұның ішінде арнайы сүзуге арналған тас қиыршықтары мен мақта материалы бар. Және де Петр мата. Бұның барлығын жабыстыру үшін арнайы ыстық клей. Және де маған су диірменін және жол аккумуляторының сыртын істеу үшін ПВХ материал керек болды. Менің мынау су диірменін айналдыру үшін компьютердің дисководынан алынған мотор. Бұл мотор су диірменін айналдыра отырып тоқ алып аккумуляторға жинап, оны көше жарықтандыруға пайдалануға болады. Және де мен қараталдың бұталарын алып бақшаға отырғызып қойдым. Менің жобамның басты 25%-ін құраған лазерлі станокпен жасалған автомойка. Және де қалдық суды жоғарыға жеткізіп беру үшін насос. Бұл жоба арқылы біз суды үнемдеп қана қоймай, және де табиғатқа да өз үлесімізді қоса аламыз. Бұл қалдық судың құрамында көбік, лай, май, және де тағы да басқа қалдықтар болады. Сол себепті біз бұны далаға төгетін болсақ, біріншіден біз топырақты, екіншіден су өзен арналарын ластаймыз. Сондықтан да мен бұл суды кезең-кезеңмен тазартатын жүйе ұсынғым келеді. Бірінші кезеңде арнайы қалдық су жиналған резервуардан насос арқылы құтыға келеді. Бұл құтыда көптеген ірі қалдықтар тұнып, келесі резервуарға өтеді. Келесі резервуарда тас қиыршықтары болады. Бұл тас қиыршықтардың қызметі көптеген көбік, жапырақ, тағы да басқа ірі қоқыстарды ұстап қалады. Және де келесі резервуарға өтеді. Келесі резервуарда мақта салынған ыдыс. Бұл ыдыста мақта бұл өте жақсы сүзетін материал болғандықтан мен мақтаны пайдаландым. Мақта бұл көптеген лас және де ұсақ кірлерді ұстап қалады да таза құтыға жібереді. Және де төртінші кезең, соңғы кезең, таза суға, құтыға жиналған су бақша суаруға немесе автомойкада қайтадан пайдалануға, қолдануға болады. Бұл технологияның пайдасы өте көп. Мысалы, суды үнемдейді. Қазіргі кезде таза су мөлшері азайып бара жатқан кезде бұл өте маңызды. Екіншіден, экономикаға пайдалы. Автомойка иелері суды аз пайдаланып, оны қайтадан пайдалану иелігіне алады. Және де шығындар аз болады. Ендеше жобамызды қосып көрейік. Мына жердегі үлкен резервуардан су насос арқылы төбеге көтерілді, және де бұл тұнған ыдыс арқылы өтті. Міне де су диірмені арқылы диірмен айналып, мотор айналып аккумулятор заряд беріп, және де ол көшеге жарық берді. Біз таза су алдық деп есептейміз. Бұл таза және де минералды, тұзды емес екенін анықтау үшін біз ТДС метр құралын пайдаланамыз. Бұл ТДС метр құралымыз 136-да, 137-де 2 көрсетіп тұр. Бұл ТДС метр құралының орташа жарамдылығы 150 мен 300-ді көрсету керек. Біздің сондағы суымыз таза болып тұр. Қорытындылай келе, бұл жоба суды үнемдеуге, табиғатты қорғауға, тиімді жұмыс істеуге маңызды технология.